Армысыздар, эфирде 7 News, студияда Айша Жақсыберген. Алдымен аңдатпа. Экспедиция 25 атты саяхатшылар тобы Жамбыл жеріне ат басын тіреді. Елордадан бастау алған саяхат 108 күнге жалғаспақшы. Негізгі мақсат еліміздегі тарихи мәдени кешендермен танысып, адам аяғы баспаған мекендерді аралау, туризмді дамыту. Үйсіз қалған үлескерлер, Таразда 10 жылдан бері пәтеріне қол жеткізе алмай жүрген азаматтар бас көтерді. Сақалды құрылысқа айналған Атшабар тұрғын үй кешені қашан пайдалануға беріледі. Қарызға белшесінен батқан үлескердің қаражатын енді кім қайтарады? Шіліңгір шілдеде қала бассейндерінде демалушыларға лық толы, ал қала тұрғындар көп келетін хауыздардың сапасы қандай? Мұнда балалар үшін шомылуға қауіпсіз бе? Бірер уақыттан соң баяндаймыз. Сүйу үшін көру керек. Дәл осындай ұранмен бүгін Елордадан бет алған экспедиция 25 саяхатшылары Әулиеатаға ат басын бұрды. Саяхат ел егемендігінің 25 жылдығына арналып отыр. 14 облысты 108 күнде шарлауға бел буған бір топ саяхатшылар Қазақстанның тарихи мәдени кешендерінен бастап аяқ баспаған мекендерге баруды көздеп отыр. Автоэкспедиция мақсаты мыңдаған шақырымды еңсеріп, барлық облыстарды аралау, ішкі туризмді дамытуға бағытталады. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай бірегей жоба елімізде бұрын соңды болмаған екен. Саяхатшылардың бағыты қазақ жерінің тұмса табиғатын, адам аяғы баспаған жерлерді, ұлттық парктерді шарлауды көздеп отыр. Экспедиция Қазақ географиялық қоғам тарапынан қолға алынып, Хабар телеарнасының ақпараттық демеушілігімен басталған. Ағымдағы айдың 6 күні сапарға шыққан экспедиция мүшелері іріктеліп қойыпты. Олар журналистер мен блогерлер, мәдениет және әлеуметтік сала өкілдері. Жамбыл облысы өзінің табиғатымен ерекшеленеді, сондықтан да біз таулы аймақтарда түнедік. Және де сол себепті біз табиғи ескерткіштерді көбінесе аралағымыз келеді. Жасы 18-ге жеткен, бойжеткен қыздар мен ұлдарды жинаймыз экспедицияға. Және де жас аралығын ондай қатаң түрде қоймаймыз. Саяхатшылар осыдан бірер күн бұрын Алматыдан шығып Жамбыл облысын табан тірепті. Ең алдымен Қордай және Меркі аудандарындағы тарихи жерлерді аралады. Сондай-ақ олар көне баласағұн қалашығының сәулетіне тамсанатындығын жеткізді. Тараз шаһарына таңертеңгісін келген экспедиция мүшелері тек тұрмас кесенесін аралады. Алда қала сәулетінің жәдігері Айша Биби, Қарахан, көне Тараз тарихи кешендерін араламақ ниетте. Топ мүшелерінің дені блогерлер болғандықтан саяхат барысын әлеуметтік желілерде ақпараттандырып отырады. Жамбыл облысы енді оңтүстігіміз Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан, енді табиғаты сұлу, таулары бар, өзен көлдері бар, тамаша адамдары бар, әулие жерлері бар. Осы біз тек тұрмаз деген әулие жерлерде тұрмыз қазір. Ел тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 25 мың шақырымды бағындыруға ниетті экспедиция мүшелер жамбылық саяхатшылардың арасынан еріктілер болса, қатарға қосуға мүмкіндік бар дейді. Енді олар көне шаһарда 4 күн аялдаса, келесі бағытын Қызылордаға арнайды. Күз мезгілінің ортасына дейін кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірін аралап, қызықты ақпараттармен бөлісетін болады. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 7 News. Тұрар Рысқұлов ауданы Қарақыстақ ауылында су жаңа балабақша бой көтеріп келеді. 2015 жылы басталған бүлдіршіндер үйінің құрылысы қазіргі таңда 98%-ға аяқталып қалған. Заманауи үлгіде салынып жатқан мектепке дейінгі мекеме ел игілігіне мерзімнен бұрын беріледі деп жоспарлануда. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. 3000-ға жуық халқы бар Қарақыстақ ауылындағы жаңадан бой көтерген күншуақ балабақшасы 140 орынға арналған. Нысанның алғашқы кірпіші өткен жылдың сәуір айында қаланған. Құрылыс жұмыстарына 90 адам жұмылдырылыпты. Оның 85%-ы жергілікті тұрғындар. Құрылысты қолға алған мердігер Керуен сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бүкіл материалдар бар, местный жаңа құрылыс заттары. Жұмысшылардың да барлығы осы жергілікті тұрғындардан 85-90%-да жергілікті тұрғындардан алғанбыз. Заттар, мебельдер, технологиялық оборудованияларын қойып, соларды орнатып тапсыруға қалды, жұмыс қалды. Қалған құрылыс жұмыстары основной бітті.
Мемлекеттік балапан бағдарламасымен өткен жылы құрылысына ұлттық қордан 100 миллион, ал биыл тағы 237 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. Осы уақытқа дейін бөлінген қаражаттың 90%-дан астамы игеріліпті. Енді тек ішкі әрлеу жұмыстары мен жиһаздар және керек құрал жабдықтарды орнатса болғаны. Ағымдағы жылы 295 миллион теңгесі игерілді. Қазір 5% ғана қалып тұр қаржының. Каждый формадан 5% ұстап отырамыз да, гарантийный качествосын. Оны нысан біткеннен кейін ғана форма 2-мен аударып береміз оны. Ең соңында нысан біткеннен кейін, мемлекеттік қабылдау акция жүргеннен кейін 5%-ын аударып береміз. Құрылыс ағымдағы жылдың тамыз айының 30-ында мемлекеттік қабылдау акциямен пайдалануға тапсырылады. Мердігерлердің айтуынша соңғы үлгіде соғылып жатқан мектепке дейінгі мекемені мерзімнен бұрын тапсыруды жоспарлап отырмыз дейді. Жұмыстар толығымен бітсе, 50-ден астам адам тұрақты жұмысқа орналасып, бүлдіршіндер жаңа маусымда жаңа балабақша табалдырығын аттайтын болады. Берік Жұмабайұлы, Марат Таубаев, Жеті Ньюс, Тұрар Рысқұлов ауданынан. Жыл басталғалы бері азық-түлік тауарлары 9,16%-ға қымбаттады. Ал тұрмыстық техника 21,13%-ке, ақылы қызмет құны 6,17%-ға өсті. Бұл ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің ақпары. Сондай-ақ соңғы жарты жылда жеміс-жидектер шамамен 30%-ға көтерілсе, ет өнімдері 8,15%-ға өскен. Кешенде демалыстарды ұйымдастыру бағытындағы бағалар болса 18%-ға артқан. Ойын-сауық, мәдениет және сақтандыру саласындағы бағалар да шарықтап тұр. Жеке қызмет көрсету орындарының құны да артыпты. Жалпы 11 айдағы инфляция 12,13%-ға тең. Таразда құрылысы 10 жылдан астам уақытқа созылған Атшабар тұрғын үйінің үлескерлері наразылық білдіріп, қала орталығына шықты. Айтуларынша, әлі күнге дейін басбайлы баспана емес, құжат болып қатталған қабырға үшін банк берешегін төлеп келе жатқан көрінеді. 2006-2008 жылдар аралығында МПТЦ СН жауапкершілігі шектеулі серіктесімен келісімге отырып, ипотека рәсімдеген. 130 мың долларға дейін қаржы алынған азаматтар қарыздарын әлі де толық өтеп бітпеген. 2008 жылы аяқталуы тиіс құрылыстың тоқтап қалуына байланысты құрылыс компаниясының бұрынғы директорының үстінен қылмыстық іс қозғалған. Соның салдарынан МПТЦ СН жауапкершілігі шектеулі серіктесінің мүлкіне тыйым салынған. Сақалды құрылысқа айналған көп қабатты үйдің толық пайдалануға берілу үшін мемлекет қарамағына өтіп, жауапты азаматтар белгіленгенмен әуел баста қаражат құйғандардың мәселесі шешілмей отыр. Атшабардан үй алам деп алданғандар мен ашынғандардың жан айқайын Нұрболат Жолдасбек жеткізеді. Данияр Жетписбаев, директор этой компании, этой фирмы, но он не представлялся директором. Директор у них фиктивный, просто чисто, как сказать, такое лицо, чисто маска. Іргетас қаланғалы басы даудан арылмаған Атшабар тұрғын үй кешенінің алғашқы салымшылары осы азаматтар. Қаланың қақ ортасынан баспаналы болам деп қарызға белшесінен батқандардың шағымданып бармаған жері қалмапты. Әр табалдырықтан естіген құрғақ уәдеден құлақтары жауыр болған. Мәселен, 2013 жылы облыс әкімдігі құрылыс басқармасының басшысы Рахманқұл Байтелеев мырза 2014 жылы кешеннің 2 үйі пайдалануға беріледі деп сендірген. Үлескерлер пәтер иесі атанудан үміттері үзілмей, қанша салым салса да құрылыс жұмысы 2015 жылдың 4-ші 90-ына дейін тоқтап тұрған. Мы дольщики. Біз Атшабар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлескерлеріміз. Рахатын көреміз деп салған салымымыздың қазірдік зардабын шегудеміз. Өзіміздің пәтерімізді ала алмай жатырмыз. Тұрғын үйді салушы Данияр Жетписбаев біздің бәрімізді көзге ілмей жатыр, тіпті билікті де. Главой застройщика является Жетписбаев Данияр. Осы мәселеге қатысты жауапты мамандардан жауап алмақ болғанымызда, облыстық құрылыс басқармасының мамандары сұхбат беруден бас тартты. Ал ашынған үлескерлердің арасында жүйкесі жұқарып ауру сатып алғандар мен тіпті жаңа баспанасын күте-күте бақилық болып кеткендер де бар. Бүгінде әу бастан-ақ құрылыстың іске асуына миллиондап ақша салған азаматтарда не үй жоқ, не қаражат жоқ. Қолдарында несие төлейтін бір жапырақ қағаз бен бастарында 10 миллион теңгеге жуық қарыз дейді қоғамдық бірлестіктің төрағасы. Вот это единственный долгострой. Бұрын осы тақырып бойынша отырыстар болып тұратын. Онда бұл құрылыстың қатты ұзарып кеткендігі айтылатын. Бірақ құрылыс тоқтап қалды. Кейіннен бізге құрылысты жалғастыратын ұйым пайда болды деді. Сенуімізді қалады. Біз сендік, уақыт өтті. Бір күні халықтың бәрін жинап біздің үйлерімізді елге таратып жіберді. Осыма тапқан шешімдері помочь надо.
Зардап шегушілер жоғарыда көтерілген сауал бойынша бейбіт митинг ұйымдастыру жайлы облыс әкімдігіне 2 мәрте өтініш тастапты. Бірақ рұқсат берілмеген. Құрылыс жұмыстарына қатысты жауапкершілікті өз мойнына алған Данияр Жетпісбаев есімді азамат бүгінгідей жиындарға келмейтін көрінеді. Құзырлы мекемелерден бір мәмілеге келуді күте-күте зарыққан үлескерлер енді бұл істі өзіміз аяғына дейін жеткіземіз деп отыр. Нұрболат Жолдасбек, Арман Сабыр, 77 News. Аптап ыстық алқымынан алғалы бері Тараздағы демалыс орындары халыққа лық толы. Суға түсіп салқындамақ болғандар ағысы қатты таласқада, қызметі арзан тұрмайтын жекеменшік бассейндерге де барады. Бүгінде Тараз қаласында шамамен 20-ға жуық хауыздар бар екен. Күніне 100-деген адам келіп кететін ақылы бассейндер санитарлық талапқа сай келеме. Ондағы қауіпсіздікті кім қадағалайды? Жақында ғана жекеменшік бассейндердің бірінде суға батқан баланың өлімі кімдерге сабақ болды? Тілшіміз Рахат Күзберген тарқатады. Алдымен қала бойынша тіркелген жекеменшік хауыздардың санын білу мақсатында қала әкімдігі кәсіпкерлік бөліміне қоңырау шалдық. Бірақ бұл бөлім ондай мәліметтің болмайтынын және хауыздарға жауап бермейміз деп жауап қатты. Тұрғындар жиі барады деген хауыздардың тізімін өзіміз жасадық. Қалада бассейндер саны шамамен 20-ға жуық екен. Сондай-ақ спорт кешені белгілеген төлемдердің бір қатарына қарапайым халықтың бірдей қолы жете бермейтіні тағы бар. Мәселен, өңірдегі мемлекет меншігіндегі Тараз Арена, Дельфин сынды аквапарктердің бағасы күйіп-ақ тұр. Қалтасы көтермегендіктен қарапайым тұрғындар рұқсат етілмеген су айдындарына түсуге мәжбүр. Сол себепті де биыл өңірімізде судағы қайғылы оқиғалар саны 33-ке жеткен. Халыққа арналған баға прескуранты бар. Баға прескурантында ересектер егер жүзу бассейні нұсқаушымен келетін болса 12 000 теңге. Егер жүзуді өзі меңгерген ересек азаматша келіп біздің қызметті пайдаланатын болса, бір айлық абонемент 8 000 теңге тұрады. Ал егер бір жолғы тек қана түсіп бассейннің деңгейін байқайтын болса, ол 1000 теңгені құрайды. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және оған теңестірілгендерге, сонымен қатар бірінші және екінші топтағы мүгедек азаматтарға бассейнді осы аренаның спорттық жайларын тегін пайдалануға жағдай жасап отыр. Негізгі талап бойынша демалыс кешеніндегі әрбір хауызда нұсқаушы, фельдшер және құтқарушы болуы тиіс. Алдымен тексеру жұмыстарын Каприз демалыс орнынан бастадық. Мұнда демалушыларға қолайлы жағдай жасалынған. Күндіз-түні суда құтқару қызметі мен алғашқы медициналық көмек көрсететін сала мамандары жұмыс істейді. Бассейнге кіру құны 1000 теңге көлемінде. Бизнес жоспары жасалынып, оның соңынан кейін бұндай демалыс орындарының барлық талап тәртібімен келісілген. Мысалға бізде арнайы құтқарушылар жұмыс істейді. Құтқарушылардың барлығы да міндетті түрде олар төтенше жағдай мекемесімен және мынау барлығы өзінің арнайы медициналық байқауынан өзінен өткізіліп, соның негізінде әрқайсысы өзінің сол тек қана төтенше жағдайлардың мекемелерінің арнайы рұқсатымен ғана аламыз. Хауыздағы су күнделікті ауыстырылуы керек. Тіпті кейбір демалыс орталықтарындағы бассейн суы апта түгілі ай бойы ауыстырылмайды. Ақысын берсеңіз болғаны кез келген ауру адамда емін еркін кіреді. Ал жаз мезгілінде судан жұғатын аурулар өршитіні тағы бар. Осыған орай хауыздарға жиі келушілердің ойымен де танысып көрдік. Елдер мысалға сланцымен кеп кіріп көреді, мен көріп жатырмын, сланцымен кеп көп адам түсіп жатқан жоқ. Судың тазалығын керемет деп айтамын, бірақ қазір хлордың иісі көп жүрді. Тамағы жақсы екен, шашлықтары. Одан кейін бассейндерден жақсы, қаладағы кейбір бассейндерден жақсы. Бұл жерден құтқарушылар байқамады, мүмкін бар шығар, үстеріне арнайы жилет ештеңе кимейтін шығар, бірақ байқамады. Қалай десек те, әрбір демалыс орнында құтқарушы мен медицина қызметкерлерін талап ету тұтынушы өз қолыңызда. Ал осы жазғы демалыста тапатал түсте Аквалайф демалыс орнындағы оқушының қаза табуы кез келген суда қауіпсіздік шараларын қаперден шығармау керектігін ескерткендей. Рахат Күзберген, Арман Сабыр, 77 News. Ағымдағы жылы елімізде 1,5 тонна көлемде есірткі тәркіленген. Бұл туралы есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының мамандар мәлімдеді. Нақтырақ айтса 1 тонна марихуана, 134 келі гашиш, 75 келі героин және апин 2 келі. Бұл елімізде тараған есірткінің негізгі түрлері болып табылады. Өкініштісі, есірткіге тәуелділердің арасында ересектер мен кәмелеттік жасқа толмағандар да бар. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жамбыл облыстық наркологиялық диспансерде ем қабылдап жатқан Нұрслан есімді жігіт біздің арнаға сұхбат беруге келіскен жалғыз науқас. Ол мұнда маскүнемдіктен мүлдем арылу үшін келіпті. Айтуынша ол осымен мұнда 3-ші мәрте емделуде. Себебі мұндағы мамандардың психологиялық кеңесімен емдеу шаралары көмектеспепті. Ал емделу барысында тепсе темірде зіңгіттей жас жігіттердің өздері нашақорлық тәуелділігіне бой ұрғанын байқапты.
Ну, у меня такой период был, что много не употреблял. Барлық ем-домды жасайды. Арнайы консультанттар мен психологтар жекелей қабылдайды. Ал қазір менің мақсатым бар. Бастысы емделсем болды. Алда үйлі болып, пәтер алсам деймін. Онсыз болмайтынын ұқтым. Рустан сында мұнда көптеген науқас бар. Былтырғы жылдың шілдесінен бастап ағымдағы жылға дейін есірткіге тәуелді болып емделгендер саны 2000-нан асып жығылады. Оның 9-ы кәмелетке толмағандар. Қоғамдық дертке айналған сауалды негізге ала отыра, өскелең жастар арасында әлеуметтік желілерде арнайы сауалнама жүргізіп көрдік. Нәтижесінде дені алкоголь сусындарды ішсе, оның 31% темекіні тартқандар, ал 9% көрсеткіштің ішіне есірткіні жиі қолданатындар кіріп отыр. Мұндағы емделушілердің басым көпшілігі маскүнемдікке салынғандар, кейіннен есірткіге тәуелділер болып отыр. Ал уытқымарлықпен ауыратындардың саны да аз емес. Мәселен, өткен жылдың 1 шілдесінен басталған есепке сәйкес тіркеуге мұндайлардың 10 мыңнан астамы кіріп отыр. Оның 2 мыңы есірткіге тәуелділер. Бұл көрсеткіштің ішінде 66 нәзік жандылар. Bir қуантатыны бұл тізімде жасөспірімдер жоқ. Облыстық ішкі істер департаментінің мәліметінде өңірімізде соңғы 12 айда есірткілік заттарды қолдану дерегіне сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылғандар саны 260 азамат құрап отыр. Бұл көрсеткіштің 60% кеселді тасымалдаушылар. Ал ағымдағы жарты жылдың фактісі бойынша есірткіні қолданғандар саны 67 болса, оның 19-ы заңсыз есірткі саудалағандар. Нұрлан Асқар, Альфия Мингазова, Ермек Кеншімбек, 7-7 News. Алда спорт жаңалықтары, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүкіл әлем асыға күткен Бразилиядағы жазғы олимпиадаға небәрі 10 күн қалды. Қазақ елінің спортшылары 4 жылда бір келетін додаға тыңғылықты дайындалуда. Бүгінде ұлттық штаттық командалар және спорттық резерв дирекциясының ресми мәліметіне сенсек, спортшылар спорттың 26 түрінен 104 жолдама ұтып алған. Олимпиада ойындарында ең көп медаль сарапқа салынатын жеңіл атлетикада 22 жолдама бұйырды. Байдарка мен каноэда есушілерден 15 спортшы бақ сынанса, күрестің барлық түрінен 18 лицензия қоржында. Ал былғары қолғап шеберлері толық құрамда өнер көрсетеді. Араларында 2 бұрымды боксшымыз бар. Ауыр атлетикада 10 спортшы сайысқа түседі. Айта кетейік, 5 мен 21 тамыз аралығында өтетін айтулы додаға Жамбыл облысынан 5 саңлағымыз қатысады. УЕФА Чемпиондар Лигасының екінші кезеңінің ойындары өз мәресіне жетті. Астана өз алаңында Литваның Жальгирис клубын ұтса, Шотландияда Селтик Гибралтардан келген Линкольнді жеңді. Қос жеңімпаз енді плей-офф бәсекесінің жолдамасын ертең Астана қаласында сарапқа салатын болады. Дүбірлі доп додасының 3-ші кезеңіндегі Астана мен Селтик құрамаларының алғашқы кездесуі Елордада Астана Арена спорт сарайында өтеді. Ал қарымта матчты қарсыластар бір апта уақыт өткен соң Шотландияда ойнайтын болады. Айта кетейік, Астана құрамасы Селтикпен Чемпиондар Лигасында кездескелі тұрған қазақстандық екінші команда. 2013 жылы 2 ойынның қорытындысы бойынша Глазголық команда қарағандылық Шахтерді ұтқан еді. Елордада болған ойында қонақтар 0-2 есебімен жеңіліп қалған. Алайда аталмыш команда өз алаңында 3-0 есебімен басым түсті. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай, амандықта жүздескенше. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.